Қазақстанға біздің президентіміздің шақыруымен Оңтүстік Кореяның президенті Юн Сок Йол ресми сапармен келет деген хабар тарады. Бұл елеулі оқиға екені сөзсіз. Оңтүстік Корея әлемдегі ең ұнамды мемлекеттердің біріне жатады. Қазіргі президенті де аса зиялы, білікті болумен қатар әлемге сүйкімі бар азамат, сабырлы, салиқалы жан. Оңтүстік Кореямен арамыздағы экономикалық байланыстың дамуы еліміз үшін аса маңызды. Әрі Оңтүстік Корея мигранттарды жатсынбайтын бірден бір қонақжай мемлекет. Сырттан барып жұмыс істегендер өте табысты болады, жоғары деңгейдегі жалақыға кенеледі. Осы жағынан да бұл мемлекетпен жақындасудың пайдасы да, болашағы да зор болса керек. Оңтүстік Корея президентінің Қазақстанға ресми сапарына байланысты неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы аса қызықты материал жариялапты. Материалдың тақырыбы саясат, немесе Оңтүстік Корея президенті жайлы емес, сол президенттің жұбайы жайлы, яғни сол елдің бірінші ханымы туралы. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Неге KZ порталы өте маңызды мәселеге қалам тартыпты? Біз ондағы әңгімені өз сөзімізге келтірмей, қаз қалпында беруді жөн көрдік. Өйткені ізденіп жазылған материалдың өз қалпы өте әдемі шыққан. Портал былай дейді: елдің бірінші ханымы атану бейресми лауазым болғанымен, мемлекет басшысы атанған ерінің мәртебесі жолында жауапты қызмет. Бірінші ханымның жүріс-тұрысы, сыртқы келбеті, киім кию үлгісі қашанда халықтың назарында. Бастапқыда бірінші ханым сөз тіркесі 19 ғасырда ақш президенттерінің жұбайларына қатысты қолданылған. Бірақ кейінірек ол басқа тілдерге өтіп, қазір кез келген мемлекет басшысының әйелі бірінші ханым атанып жүр. Ол мемлекет басшысының жай ғана серігі емес, бір мемлекетті басқарушы президенттің әйелі болғанға дейін олардың көпшілігінде табысты мансап болды, кейбірі саясатпен, қайырымдылықпен белсенді айналысты. Тіпті күйеулерінен де танымал, беделді болып шыққан жағдайлар тарихта жиі кездеседі. Мәселен, ақштағы президенттік сайлауда олар үміткерді ғана емес, алдағы 4 жылда елдің бірінші ханымы атанатын әйелінде толық зерттейді. Кез келген саясаткер үшін беделін сақтау маңызды. Ел басқаратын тұлға жайлы пікір әртүрлі жағдайда қалыптасады. Десе де, халық ең алдымен оның отбасына, жұбайына айрықша назар аударады. Қазақстанға Оңтүстік Корея Республикасының президенті Юн Сок Йол ресми сапармен келет деген хабар тарай салысымен, әлеуметтік желіде бұл елдің президентінің әйелі Ким Кион Хидің сұлулығы, киім кию үлгісі қызу талқыға түсті. Ким Кион Хи Оңтүстік Корея президенті Юн Сок Йолдың әйелі. Оңтүстік Кореяның 51 жастағы бірінші ханымы Ким Кион Хи өз елінде қуыршақ ханым атанып кеткен. Ол өз жасынан әлдеқайда жас көрінуімен көпшіліктің көзайымына айналды. Ким Кион Хи елдегі өзінен бұрынғы бірінші ханымдарға ұқсамайды, және ол шет мемлекеттердің ханымдарынан айтарлықтай ерекшеленеді. Талғаммен киінуі, әрдайым өз ортасынан ерекшеленіп тұратын тартымдылығы оны танымал еткені сонша, Оңтүстік Кореяда бірінші ханымның фан-клубы пайда болған. Бүкіл әлем Оңтүстік Кореяның бірінші ханымы Ким Кион Хидің мінсіз стилі мен қуыршақ келбетін жиі талқылайды. Ким Кион Хи Оңтүстік Кореяның қазіргі президенті Юн Сок Йолмен 2012 жылы шаңырақ көтерген. Ол кезде күйеуі заң және саяси салада енді ғана мансабын жолға қоя бастаған еді. 2019 жылы Юн Сок Йол Оңтүстік Кореяның бас прокуроры қызметін атқарады. 2022 жылдан бастап ел президенті болып сайланады. Ал жұбайы Ким Кион Хи бірінші ханым атанады. Ким Кион Хи сол кезде өнер мен көркемдік іс-шараларын жоспарлау компаниясын басқарып, кәсіппен айналысқан. Ол бастапқыда көпшіліктің назарын өзіне аудартқысы келмеген екен, жай ғана мемлекет басшысының әйелі деп атауды өтінген. Алайда оның сыртқы келбетіне назар аудармай қою мүмкін емес еді. Ким Кион Хидің сұлулығының артында пластикалық хирургияның күші тұрғанын айтып сынайтындар да бар. Оңтүстік Кореялық қыз-келіншектердің көпшілігі пластикалық отаға көп жүгінеді, және елде пластикалық хирургия саласы жақсы дамыған.
Ким Кион Хи өз сұхбатында сұлулығы мен жас көрінуінің сыры өте қарапайым екенін түсіндірді. Ол жас әрі сұлу болу үшін өзін ұдайы дамытумен айналысқан. Бірінші ханымның айтуынша, әйел адам жас көріну үшін миы тыныш болу керек. Ми неғұрлым тыныш болған сайын беттегі әжімді соғұрлым аз болады. Неге KZ порталы бірнеше бірінші ханымдарға зерттеу жүргізіп көрген екен. Сонда Оңтүстік Кореяның бірінші ханымына айрықша орын берген. Өзі перінің қызындай сұлу, инабатты, өзін әрбір сәтте өте жоғары деңгейде жақсы ұстайтын, халқының мейіріне бөленген мұндай бірінші ханымдар адамзатта кемде кем өткен болса керек. Әдемілігіне адам түгілі сайтанды тәнті боларлықтай жаны сұлу жан екені фотосуреттерінен ақ байқалып тұрады. Неге KZ порталы материалдың соңында әлемдегі тағы бірнеше бірінші ханымдардың сұлулықтары мен ізгіліктеріне шолу жасапты. Онда Иордания патшайымы әрі король 2-ші Абдалланың әйелі Рания Аль-Абдалла, Испания патшайымы король Филипп 6-шының әйелі Летисия Ортис, Әзербайжан президенті Ильхам Алиевтің жұбайы Мехриван Алиева, Сирия президенті Башар Асадтың әйелі Асма Асад, Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ынның әйелі Ли Соль Джу ханымдар жайлы өте қызықты деректер келтірілген. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.